Сәлеметсіздер ме, қадірлі әріптестер. Бір сәт елестетіп көріңізші. Сыныптағы әдеттегі сабақ бүгін халықаралық пікірталас алаңына айналды. Оқушы бұл жерде тыңдаушы емес, ол ел атынан, тіпті өзінің елі болмай қойсын, басқа елдердің атынан бір делегат ретінде көрсететін болады. Ол зерттейді, ол дәлелдейді, сөйлейді, келісім іздейді, және де өз ойын академиялық, мына жазуды академик райтинг арқылы рәсімдейді. Қалай екен? Менің есімім Қыдыршаев Орал Абатұлы, Астана қаласындағы Harmony STEAM мектебінің әлеуметтік пәндер мұғалімі ретінде қызмет атқарамын. Өзім туралы айтып кетсек, және де өзім Батыс Қазақстан облысы Орал қаласында дүниеге келдім. Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетін тәмамдап, одан кейін 10 жылдай Орал қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде жаңағы әлеуметтік пәндер мұғалімі болып жұмыс жасадым. Бұл қысқа нұсқа мен туралы. Енді сіздермен танысып кетейік, құрметті әріптестер. Өздеріңіз қай қаладан, қай пән мұғалімі ретінде бүгін сіздер осы бүгінгі кездесуге келіп жатсыздар, соны жазып жіберсеңіздер чатқа. Бір-екі сәт күтейік. Қай қаладан, қай пән мұғалімі ретінде бүгінгі жалпы кездесуге қатысып жатсыздар, соны жазып чатқа жіберсеңіздер. Так, әзірше ешкім жазған жоқ. Ұялмаймыз. Мысалы, мен әлеуметтік пәндер деп айтқанда, мысалға мен өзім құқық негіздері пән сабақ беремін. Экономика деген сабақ бар, мысалға. Advanced Placement бағдарламасы бойынша, мысалға микро, макроэкономиканың сабақ беремін жоғары кластарға, мысалға 9-шы, 10-шы сыныптарға. Сонымен қатар тарих, Қазақстан тарихы, жалпы дүниежүзі тарихы пәндер бойынша да арасында сабақта беріп көрдік. География пәндерін қазір жүргізіп жүрмін. Жалпы әлеуметтік пән деген сөз, бұл жерде ол комплекс social studies деген бір бағыты бар. Сол бойынша, соның ішіне әрине де бүткіл жаңағы айтып кеткен жаңағы пәндер кіреді. Ол тарих, ол құқық, экономика, тағысын тағы да пәндер кіретін болады. Әріптестер, біздер онда жалғастыра берейік. Әрине де әлде егер де сұрақтарыңыз болып жатса, немесе өзіңіз туралы айтқыңыз келсе, әрине де мына чат арқылы сіздер жазуыңызға болады. Міне жазып жатыр. Ағылшын тілі пән мұғалімі, Астана, керемет, Павлодар деп жатыр. Мүмкін жаңағы байланыс құттай бір не болар, қалай задержкасы болып тұрған шығар мүмкін. Бірақ дегенмен де жазғандарыңыз үшін рахмет. Біздер ары қарай жалғастыра берейік. Сіздермен бүгінгі жалпы кездесуге келгендеріңіз үшін көп рахмет. Бүгінгі тақырып өте сондай үлкен, себебі Біріккен Ұлттар Ұйымының бәріміз білеміз не екенін, жалпы, бірақ оны сабақ ішіне, сабақтың үрдісіне қалайша қолдануға болатын туралы әрине одан сайын тереңірек білгені өте жақсы болады деп есептеймін. Жақсы, ары қарай жалғастырайық онда. Енді бүгінгі біздің вебинарымызға көшейік. Біздің вебинарымыздың тақырыбын өздеріңіз көріп тұрсыздар. Бұл әрине де Біріккен Ұлттар Ұйымының моделі, үлгісі деп айтуға болады. Бұл әрине де жаһандық құзыреттер мен 21 ғасыр дағдыларын дамыту құралы ретінде деп қойған болатынбыз. Себебі әрине де осы Біріккен Ұлттар Ұйымы ол әлемде көптеген өзгерістерге жол салып жатыр, және де жаһандық бір мәселелерді шешіп жатыр. Біздер түсіну керекпіз, неге осыны қалайша бізді сабақ үрдісіне біздер қосатынымызға. Енді ағылшынша оны Model United Nations деп айтады. Ол әрине де мына екінші жаңа халықаралық деңгейдегі соғыс болды, Вторая мировая война. Сол аяқталғаннан кейін 1945 жылы құрылған болатын, жалпы ООН ретінде де, Біріккен Ұлттар Ұйымы.
сол кезде әлем тоқталып ойланған болатын, неге біздер бұндай соғысқа әкелдік, және де қалайша бұл соғысты біз үшінші жаңағы осындай соғысты біз болдырмау үшін әрине осындай ұйым пайда болған болатын. Соның басты мақсаты, былайша қысқа нұсқа айтқанда, басты мақсаты біріккен ұлттар ұйымының бұл үшінші жаңағы третья мировая войнаны болдыртпау. Сондықтан әрине де біріккен ұлттар ұйымының өте жаңағы функциясы өте көп. Біздер соны әрине де оқушылармен де талдаймыз, және де оны бірінші өзіміз түсіну керекпіз. Әрі қарай біздер әрине де оны сабақ үрдісіне қосатын болатын боламыз. Ал жақсы, осы сессия сонда бірден бірнеше қолданып кететін дайын бір іс-әрекет алатын боласыздар. Бұл жаңағы 40 минуттық микросценарий болсын, құжаттық шаблондары болсын, немесе бір рубрикалар ретінде, себебі ол как тақырып ретінде қолдануға болады, немесе оны біздер бір активити ретінде, бір экстракуррикула деп айтады ғой, жаңағыдай мектептен тыс жаңағыдай бір шара ретінде, конференция бір форматында оны қолдануға болады. Бұл жерде ешқандай бір шектеу жоқ. Оны қалайша сіз сабаққа қолданасыз, әрине өздеріңіз шешетін боласыздар. Енді мұғалімдіктің бір жақсы бір қасиеттілігі бар, ол әрине біздер креативтілікке жалпы көп назар аударатын боламыз. Сонымен әрине бұл салада мен әлде қайда өзімде жұмыстанып жүрмін. Жақсы, енді ары қарай көшейік. Бұл жерде біздер мақсат пен форматын аясын белгіледік. Енді мына біріккен ұлттар ұйымының моделін, ұғымын нақтылап алайық. Біріккен ұлттар ұйымы жалпы симуляциясы ретінде, неге біріккен ұлттар ұйымы үлгісі деп айтамыз, моделі деп? Себебі бұл симуляция, бір ойын түрінде біздер есептеуге болады. Оған мысал, мына қазіргі атақты сериалдар шығып жатыр ғой, солардың бірі мына игра в кальмара деп айтайық, ол да симуляция. Қазіргі білесіңдер, мысалы көптеген елдер бизнес түрінде симуляция жасайды. Сол киноның, сол сериалдың жалпы бұл жерге адамдарға қалай мүмкіндік береді. Сол ойынға кіріп, сол ойынның атмосферасын сезіп көруге. Тап солай модель оған, бұл жерде біріккен ұлттардың моделі. Ол симуляция. Былайша айтқанда, оқушылар ел атынан делегат ретінде, делегейт ретінде рөлін атқарады. Және де күн тәртібіндегі бұл жерде басты мәселе, бұл жаһандық мәселелерді талқылайды және ортақ бір шешімге ұсынуға ұмтылатын болады. Біз алдымен күн тәртібін бекітеміз. Одан кейін регламентті көрсетеміз. Бұл жалпы мына біріккен ұлттар ұйымының жұмысын толықтай былай процедурный жаңағыдай формат ретінде біз көрсететін боламыз. Одан кейін жаңа процедурный регламентті көрсеткеннен кейін әрине біздер уақыт келгенде модерацияланған бір пікірталасқа, оны арнайы бір терминдер бар, мен ағылшыншада қосам, себебі оларды білген жөн, себебі бұл ресми түрде қолданылатын терминдер. Міне moderated caucus дегеніміз, ол әрине де модерацияланған пікірталас. Бұл жерде әрине оқушылар өз жаңағы пікірталастармен, ойларымен бөлісетін болады. Осы moderated caucustан кейін, модерацияланған пікірталастан кейін әрине еркін пікірталас бар. Ол unmoderated. Unmoderated дегеніміз, ол тіпті бұл жерде оқушыларға мүмкіндік береді, олар өздері барып басқа делегаттармен, басқа былайша айтқанда делегаттармен бір жақсы бір ойға, бір келісім шартқа, немесе бір блок ретінде форматында бірігуге мүмкіндік беретін болады. Енді әр делегат өз ашылу сөзін, оны opening speech дейді, әрбір делегатқа сөзін береді. Бұл жерде қараңыздар да, көпшіліктің алдында сөйлеу, ол сөзін дайындау, форматын дайындау, осыған жақсы бір бағыттайтын, бір жақсы бір дағдылы дамытатын бір формат, ойындардың форматы деп айтуға болады бұл жерде. Және де ең соңында олар резолюциясын жаза алады, оны қарар деп айтуға болады. Себебі көптеген терминдерді біз қазақша аударғанда бір мәні түсіп қалатындай болады, бірақ дегенмен де оны резолюция дейді. Резолюция бір шешім ретінде оны есептеуге болады. Бұл үдеріс әрине оқушыға тек ақпарат бермейді, себебі ол ақпаратпен қоса, ол жауапкершілік сезімін тудыртады. Неге? Себебі
ол дерек көздерге сүйенеді, ол үйретеді да, және де қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс ақпараттарды, қай ақпараттарды мысалға алуға болады, қай ақпараттарды алуға керек емес екенін да көрсетеді. Себебі біздер білеміз, қазір біздер мына 21 ғасырда көптеген ақпараттық әлемде тұрғандықтан біздер өздеріңіз білеміз, қазір неше түрлі жаңағыдай қалай фейковый информация бар да, ол бұл жерде тұрақты емес, және де дәлелденбеген ақпараттар өте көп, былайша айтқанда. Және де бұл жерде не айтып кетуге болады, осы барлық материалдарды ол рәсімделенеді, және де сондықтан ол бағалауға ашық болады, ал әрине оқушының прогрессі көрінеді. Себебі оның оқуға деген, сабаққа деген көзқарастары мүлдем басқаша болады. Енді құрылымын түсіндік, енді бұл формат неге тиімді екенін дәлелмен көрсетейін. Жалпы біріккен ұлттар ұйымының моделі оқытуды тірі бір ортаға жақындатады. Неге? Себебі мұнда оқушы зерттеу, сыни тұрғыда ойлау, көпшілік алдында, бағана айтып кеткендей, көпшілік алдында сөйлеу, келіссөз, академиялық жазу бір тұтас тізбекке әрине айналатын болады. Оқушы әр қадамын дәлелмен сүймелдейді. Неге? Себебі әрбір айтқан сөзі, әрбір айтқан оның ойы, ол әрине де мына бірталай зерттеуге байланысты болады. Себебі мен мысалға бір статистиканы келтіретін болсам, немесе бір ойымды келтіретін болсам, мен тек қана өз жаңағы көзқарасымды білдіріп жатқан жоқпын. Бұл жерде мен басқа бір мемлекеттің атынан бір делегат ретінде сол мемлекеттің мүддесін қорғап жаңағыдай атынан шығып тұр. Ол үлкен жауапкершілік, былайша айтқанда. Ана Спайдермен киносында бар ғой, дядя Бен айтқан сөзі, да, с появлением великой силы наступает там супер ответственность, да? Великая ответственность, дұрыс, великая ответственность деп айтқан бір күшті бір керемет сөз бар, сол сияқты бұл жерде делегаттар өзінің жауапкершілігін өз мойнына алатын болады. Енді ары қарай көшейік. Оқушы әрине өз әр қадамын бір дәлелмен сүймелдейді, жаңа айтқандай. Пікірталаста ол әрине өз дауысын табады, және де мына ұжым ішінде, команданың ішінде рөлін жауапкершілікпен атқаратын болады. Ол жаңағы басқа адамдармен жұмыс қалай істеу керек екен, психологиялық тұрғыда соны үйренетін болады. Бұл былайша айтқанда мини тренинг. Қазір біздер оқу бітіріп, жаңағы өз маманымыз болып жүріп, біздер қазіргі таңда да біздер қиналатын боламыз. Басқа адамдармен жұмыс жасау, оларға жаңағы тіл табыса білу, ол да қиын. Мысалы кезінде мен ойлаймын да, осындай керемет бір площадкалар, платформалар болған кезде біздер қазіргі біздің деңгейіміз мүмкін басқаша болар еді деген сияқты. Деген айда айтамыз, бірақ енді ары қарай жалғасамыз. Енді бұл жерде тағы бір жақсы нәрсе айтып кететін, бұл формат, бұл пәнаралық. Себебі ол тек қана бір пәнін ғана қамтымайды, бұл жерде бірнеше жалпы пәндерді қамтитын болады. Бағана айтып кеткендей, мен өзім тарих пән мұғалімін, құқық пән мұғалімін, экономика пән жаңағы пәндерін сабағын беремін. Бұл жерде бұл модель оң, жалпы да біріккен ұлттар ұйымы моделі жаңағы пәндерді барлығын қамтамасыз етеді. Себебі ол тарихи жағынан қарайды, ол құқықтық жағынан қарайды, заңды түрде, экономика жағынан болсын. Тіпті тақырыптарға егер айтатын болсақ, бұл жерде тақырыптардың өзі де бір релевантный, актуалды тақырыптарда қозғалатын болады. Ол мысалы экологияға қатысты болуы мүмкін, ол мына климаттың өзгеруі болсын, немесе мына жасанды интеллектке қатысты. Соңғы бір конференцияға оқушыларды дайындаған кезде мен есімде, олар мына жасанды интеллектке қатысты көптеген тақырыптар қарастырған болатын. Біздер Астана қаласынан, Астана жеке мектебінен оқушылары ретінде біздер, мысалы менің оқушыларым Алматыға барып, қытайлық жаңағы университет пен қазақстандық университет ұйымдастырған бір жалпы керемет бір модель оңға қатысып, өздеріне жақсы бір тәжірибе, тіпті бір жақсы бір факт ретінде, қызықты факт ретінде айтайын, оларды, мен оқушыларымды қытайлық теледидардан көрсеткен болатын, біздер соған барлығымыз мақтанып жүретін болатынбыз. Енді бұл жерде азаматтық әрине де позициялық қалыптасады оқушыда, ол түсінеді, қайсысы дұрыс, бұрыс деген сияқты да. Және де бұл жерде зерттеулік жұмысқа өте назар аударылатын болады.
Енді тағы да бір керемет нәрсе, бұл тұрақты даму мақсаттары. Да, мысалы біріккен ұлттар ұйымының 2015 жылы тұрақты даму мақсаттарына арналған бір арнайы бағдарламасы бар. Ол мына SDG дейді, Sustainable Development Goals. 17 мақсаты бар, 17 әлемдік жаңағы жаһандық проблемаларды 2030 жылға дейін 15 жылда енді шешіп тырысып көруге жалпы бір іс әрекеттері бар. Соның бір шама бір индикаторлары бар, бір шама бір шешімдері бар. Соған қатысты да көптеген мына біріккен ұлттар ұйымы моделі форматты конференциялары да өткізіліп жатады. Ол тіпті жаңағы мектепшілік болсын, ол мектептен тыс болсын, ол тіпті жаңағы қалалық болсын, облыстық болсын, республика форматында, тіпті халықаралық деңгейде де жалпы осындай модель біріккен ұлттар ұйымының форматы өтетін болатын. Біздер енді бір күшті жаңалық бар. Мен жалпы бұл жерде оқушыларым да мына Гарвард университеті жаңағы шеңберінде ұйымдастырылады. Алла қаласа мына қаңтардың соңында біздер жол жүрейін деп жатырмыз. Осыған біздер барып Қазақстан атынан, енді Қазақстанның қалай оқушылары ретінде, бірақ бұл жерде Қазақстанның оқушылары ретінде болса да, дегенмен де олар басқа елді бұл жерде делегат ретінде көрсететін болады. Тіпті көріп тұрсыз да, форматтары қандай деңгейлері бар. Сондықтан егер де бұған жақсы етіп кіріп түсініп оны ары қарай оқып зерделеп келсеңіздер, әрине оны да бір жақсы бір қалай керемет бір өнім ретінде қолдануға болады. Енді мына SDG-ге қайтадан оралатын болсақ, осы SDG арқылы жергілікті бұл контекстті бір жаһандық күн тәртібімен байланыстырады. Себебі ол егер де алайық мектеп жаңағыдай сабақтың үстінде егер де конференция форматында қолдансаңыздар, мысалы, әрине де оқушыларға деген не білемін деген жаңа бар ғой, ана қалайша айтқанда бірінші знание, понимание дейді да, солар бойынша оларды өз жаңағы кеңейтеді, горизонттарын жалпы кеңейтетін болады. Әрине бұл мектепке де оқушының жаңа портфолиосына да жақсы бір керемет бір септігін тигізетін болады. Енді тағы да бір айтып кететін нәрсе, әрине бұл оқушының мына біріккен ұлттар ұйымының моделіне қатысуы мотивациясын көтереді. Неге? Себебі әр оқушы нәтижесін нақты бір құжатпен көрсететін болады. Ал пікірталасқа, мысалы бұл жерде қараңыздар, пікірталас дегенде бұл ана қарапайым дебат ретінде емес, мысалы бұл жерде менің позициям, бұл жерде екінші жаңа адамның позиция ретінде и бір-бірін аргумент арқылы жеңу ретінде емес, бұл жерде олар аргумент арқылы бір сол жаңа қойылған мәселені шешу ретінде қарастыруға болады. Неге? Себебі проблема ортақ. Мемлекеттер әртүрлі болса да, олар сол әртүрлі мемлекеттердің делегаты ретінде сол мәселені шешуге бір жақсы бір жолдарын іздейді. Мен ойлаймын, бұл жерде әрине мына ағылшынша бір күшті керемет сөз бар ғой, мына collaboration арқылы да, ынтымақтастық арқылы әрине соған бір нәтижеге жететін болады. Тіпті қазіргі жаһандық мәселелердің өзі неге шешім таба алмай жатыр? Себебі ауызбіршілік жоқ. Ауызбіршілік неге жоқ? Себебі олардың әр мемлекеттердің өзінің көзқарастары бар, әр мемлекеттердің өзінің жаңағыдай былайша айтқанда өздерінің интерестері бар да бұл жерде. Соны әрине де олар түсіне бастайды. Неге біздер жаһандық мәселелерді, кейбір мәселелерді неге біздер шеше алмай, әлі күнге дейін шеше алмай жүргенде олар да түсінетін болады. Тіпті сондай неге оны айтып жатырмын? Себебі оқушылардан сондай бір жақсы бір қалайша айтқанда после конференции дейді ғой, автопатида әңгімелескен фидбак ретінде, рефлексия ретінде талқылаған кезде сондай бір әңгімелер қозғалған болатын. Ал жақсы, құндылығын көрдік. Енді қолыңызға тиетін нақты материалдарға жалпы назар аударайық. Қазір әрине де бұл жерде мақсатын көрсеттік. Бұл жерде қараңыздар. Негізгі қағидат ретінде біздер әрине де академиялық адалдық және дәлдік деп айта аламыз. Бұл жерде оқушылар бір-бірін әрине де академия адалдық дегенде мына дайындалған кезде әрине де олар өз жұмыстарын рәсімдейді, мына позициялық құжат әзірлейді, ол position paper дейді, және де дәлел іздейді. Олар жалпы мына әлеуметтік желі болсын, немесе интернет арқылы ғаламторда бірнеше ақпараттарды іздеген кезде, зерттеулер жасаған кезде, әрине де олар өзінің ойын ретінде көрсетпеу керек, және де бұл ақпараттарды ол қолданған түрде рәсімдеу керек. Сонда ол көрсетеді, что ресми түрде ол басқа ақпараттарды ала алады.
енді құрмет ретінде төзімділік, көп мәдениетті диалог дегенде бұл жерде әртүрлі мәселелер қарастырылады, әртүрлі тақырыптар, әртүрлі бұл жерде проблемалар да төңірегінде әрине де ол талқылайтын болады. Әрине де мысалға мәселен айтып кеткенде, 1-2 жыл бұрын мына Астана қаласында бір мектебінде ұйымдастырғанда, әрине де ол мектеп халықаралық деңгейде мектеп болғандықтан ол жақта әртүрлі жаңағыдай мемлекеттерден келген болатын делегаттар, тіпті өзі сол мемлекет, условно айтайық, былайша айтқанда ол ресейден келсін, иә, ол ресейден келді, бірақ ол ресейдің атынан қатыспайды, ол мысалға басқа мемлекетті мүддесін қорғайтын болады. Сонда олар сол басқа мемлекеттің адамдарымен танысып, құрмет, бір-бірін түсіне бастап, да, төземділік, көп мәдениет не екенін түсіне бастайды. Енді пәнаралық байланыс туралы айтып кеттік. Бізде де әртүрлі пәндерге оның көзқарасы жалпы кеңейетін болады. Бұл жаңа құқықтық сала бойынша заңда бірнеше қандай заңдар бар, ол заңдар қалай қолданылады, қалайша жаңағы мәселелерді заң жүзінде шешуге болатын туралы қарастырады. Ол мемлекеттік, қалайша айтқанда, мемлекеттік деңгейінде немесе мемлекет аралық деңгейінде де, халықаралық деңгейінде заңдарды қалайша қолдануға болатын туралы түсіне бастайды. Жалпы әртүрлі мемлекеттер экономикасы қалай жұмыс жасайды, ол мемлекетте кім қазіргі таңда президент, бұрын кім президент болды, қалай оның жалпы саяси тұрғыда ол тұрақты ма, тұрақсыз ба, қалайша оның көзқарасы туралы бұл жерде оқушы өзіне көптеген жалпы ақпаратты түртіп алатын болады. Енді экологиялық, бұл жерде қараңыздар, неге құқық, экономика, экология деп айтқан себебі тақырыптар әртүрлі болады. Ол тіпті мына кибербезопасность туралы, cyber security, немесе тақырыптар қандай болды. Мысалға мына жақында осы қараша айында мен оқушыларым қатысайын деп жатыр. Сонда бір керемет тақырып бар. Осы бір мектеп ұйымдастырып жатқан. Ол мына жазда болған оқиға, мына гарвардский кейс, естеріңізде болса, Дональд Трамптың жалпы шешімі, халықаралық оқушылар, студенттер, Гарвардта оқып жатқан студенттер, ол өз дипломдарын ала алмай қалды. Ол осындай жалпы мәселені де жалпы конференция түрінде қолдануға, жалпы қосуға болады. Сонда оқушылар тек жаңалықтан ғана естімейді, оны тереңірек ізденісте, тереңірек түсіне біледі. Мен ойымша оларға бір керемет бір, енді саясаткер болмай-ақ қойсын, бірақ дегенмен де ол мына қоғамда, қазіргі біздің қоғамымыздағы не болып жатқан құбылыстардың бәрін түсіне бастайды. Енді бастама түрінде көшбасшылық және командалық ынтымақтастық деп айтып кеткенде, неге? Себебі олар көшбасшылық танытады, себебі ол өз сөзін дайындайды, жаңағы басқа елдердің атынан шығады. Командалық ынтымақтастық, ол жаңағы ортақ мәселелерге бір шешім іздейді, бірге болсын, тіпті өзі болсын, дейін кейін де барлық әрине бұл жерде көрсетілетін болады. Жақсы, енді қоғам алдындағы жауапкершілік деген себебі олар жаңағы жауапкершілігін мойындайды және де өзіне жауапкершілігін алатын болады. Жақсы, енді ары қарай көшейік. Біздерде келесі тақырыбымыз жалпы мақсаты мен бұл жерде қатысушылар мен рөлдері. Қатысушылар туралы айтатын болсақ, әрине де біздер бұл жерде оқушыларды міндетті түрде аламыз. Енді мектеп саласында жұмыс істегендіктен оқушылар бұл басты қатысушылар. Оны 7-ден 12-ші сынып оқушылар деп алуға болады. Олар әрине де ел атынан сөйлейді, дәлелдер дайындайды, ұсыныстарын береді. Нәтижесінде әрине де оқу дәлелдері қалыптастыратын болады. Енді төрағасы бұл жерде оны chair дейді. Екі төраға болады, біреуі chair, біреуі co-chair. Co-chair дегеніміз ол жаңағы chairдің, жаңағы төрағасының қасындағы көмекшісі деп айтуға болады. Олар әрине отырыстың тәртібін бақылайды. Сөз беру ретінде реттейді. Бұл жерде қызықты нәрсе, бұл әрине де қалайша бір карьерный лестница ретінде айтуға болады, себебі олар ең алдымен делегат ретінде бастайды, сол басқа мемлекеттердің делегаты ретінде. Олар енді тәжірибе жинағаннан кейін олар енді өзін бұл жерде chair ретінде ұсына алады. Неге? Себебі олар енді делегат ретінде емес, олар енді председатель ретінде, төраға ретінде қатыса алады.
ойлап қараңызшы, ертең мысалға жоғары сынып оқушысы шетелге мысалға университетке жаңағы аппликейшндерін толтырған кезде, енді тапсырыс берген кезде олар көрсетеді, мен осындай осындай конференцияға қатыстым, осы жерде мен делегат болдым, мынандай мемлекет бойынша мынандай мәселелерді талқыладым, ал одан кейін мен осындай төраға болдым деп жазған кезде, әрине университетке бұндай оқушылар бір алтын сияқты болып көрінеді. Себебі ол жаңағы оқушының жауапкершілігі қандай жоғары, немесе қандай мәселелерді ол жаңағы оқушы қандай ойлармен келеді екен. Себебі жоғары оқу орындарға әрине қандай, оларға өздеріне жақсы оқушылар, жақсы студенттер керек. Ол университеттің атағын шығаратын студенттер, оқушылар керек. Сондықтан әрине олар мысалға екі оқушының арасында егер біреу қатысса, жаңа біріккен ұлттар ұйымының моделіне біреу қатыспаған жағдайда, әрине олар жаңағы қатысқан оқушыға көбінесе сол оқушыға акцент қойып, және де соған мүмкін жаңағыдай толықтай грант беру мүмкін. Кім біледі, да? Ондай да кейстер менде де болған. Мен енді өзімде бірнеше жылдары Назарбаев мектебінде жұмыс істеген кезде мына профориентатор ретінде де жұмыс жасағам. Сол кезде соның пайдасын көргенбіз біздер. Енді чейр туралы айтылды. Ол не істейді тағы да? Ол жаңа айтқандай тәртібін бақылайды, сөз береді, да, сөз ретін реттейді, регламентін орындайды және де қадағалайды. Әрине бұл жерде секретариаты болады. Дұрыс естіп жатсыңдар. Бұл жерде жаңағы біріккен ұлттар ұйымы қалай жұмыс жасайды, тап солай бұл симуляция ретінде бұл жерде әрине ойнатылатын болады. Енді қарапайым ойын емес, қалай пайдалы ойын деп айтуға болады. былайша айтқанда. Ол секретариат не істейді? Әрине ұйымдастыру жағынан техникалық үдерістері қамтамасыз ететін болады, және де құжат айналымын жүйелейтін болады. Енді мұғалім бұл жерде кеңесші, адвайзер ретінде менторлық жұмысын жасайды, мысалға да әдістемелік бағытын береді, бірақ шешімін міндетті түрде оқушылардың өздері қабылдайды. Мен оқушылар үшін мысалы олардың адвайзер ретінде болайын, мен олардың шешімін ешқандай кезде де олардың атынан шешім қабылдамаймын. Олар жаңағы конференция барысында жаңағы сол мемлекет болсын, мысалы Германия болсын, немесе Африка мемлекеттерінің бір мемлекеті болсын, немесе Латин Америкалық бір мемлекеттің жаңағы атынан, сол мемлекеттің атынан шешім қабылдайтын болады. Енді осылайша өздеріңіз көріп тұрғандай, айтсаң ұмытамын, да, көрсетсең есімде қалады, бірақ өзім қатысып, өзім істесем үйренемін деген керемет бір қағида бар. Соны сабақта нақты іске асатын деп ойлаймын. Енді кімнің не істейтін анық, енді осы рөлдер қандай бір үдерісте әрекет ететін кезең-кезеңмен қарастыратын болайық. Конференцияның жалпы кезең туралы талқылайық. Бұл жерде қараңыздар, бүкіл үдерістің жүрегін көрсетейік. Бұл алдымен тіркеуден басталады. Бұл roll call дейміз. Бұл чейрлар бастайды, міндетті түрде. Чейрлар екі, да, естеріңізде болса, чейр және коучер, ол жаңа төрағаның көмекшісі. Делегаттар қатысуды растайды, және де оны залдың көңіл күйін жинақтайды, да. Оларды жалпы модератор ретінде бұл жаңа конференцияны бастайтын болады. Одан кейін күн тәртібін бекітеді. Setting the agenda дейді. Agenda деген жаңа күн тәртібі. Және қысқа ресми пікірталасқа, дебатқа кірістіретін болады. Бұл жерде қандай мақсат? Мақсаты тарапты нақтылау және ортақ фокус табу. Одан соң модерацияланған пікірталасқа көшеміз. Естеріңізде болса, moderated caucus-та ауысамыз. Содан кейін мұнда уақыт шектеулі, міндетті түрде тайминг болады, сөз кезегі реттеледі, негізгі тезистер айқындалады. Жаңағы делегаттарға не береді? Мүмкіндік береді, opening speech қылады, то есть олардың ашық сөздерін, жалпы сөздерін тыңдайтын болады. Әрбір делегат айтқан сөздерін тыңдайтын болады, өздеріне түртіп алатын болады. Және де сол барысында олар сол адамдармен, егер де олардың позициясы сол мемлекеттің деп айтайық, сол мемлекеттің көрсетіп жатқан оқушының позициясы менің мемлекеттің жаңа позициясында бірдей болатын болса, неге мен ол мемлекетке жұмыс жасамасқа деген сияқты, да.
әрі қарай еркін пікірталас болады. Ол unmoderated caucusқа көшеміз. Және де делегаттар олар топтасады. Топтасқан кезде олар мәтінмен жұмыс істейді, ұстанымдарды жалпы жақындататын болады. Келесі қадам әрине бұл қарарды әзірлеу. Қарар дегеніміз бұл жерде резолюция, да, шешім. Оның да структурасы болады, оның да бір жүйелі бір структурасы бар. Ол преамбула болсын, ол оперативті тармақты болсын, және де әр тармақтың өлшенетін бір нәтижесі міндетті түрде болу қажет. Енді жауапты тарап және уақыт шегі болады. Әйтпесе бұндай симуляциялар 4 күн, 1 аптаға дейін кетіп қалуы мүмкін. Көбінесе ол жаңа 1, 2, 3 күн. Енді деңгейге байланысты. Мектепшілік болса, әрине 1 күнде бітіруге болады. Ал енді ол қалалық деңгейде болса, ол 2 күнге де созылатындар да бар. Мысалға, біздің оқушылар бар, қараша айында қатысатын неге, Біріккен ұлттар ұйымының моделіне 2 күн қатысатын болады. Әлі регистрация ашық, да? Кейін мүмкін сұрақтарыңыз болса сіздерге жіберермін. Келесі, жалпы сонда ең соңғы бұл этап, да, бұл стейдж, да, бұл әрине де voting деп айтады, ол дауыс беру. Жаңағы әрбір блок, да, блок дегеніміз ол жаңағы бірнеше мемлекеттер сол блокқа бөлініп, мысалы 3-4 блокқа бөлінген командалар, ол ішінде жаңағы мемлекеттер бар, да, делегаттары. Олар өзінің жалпы резолюцияларын ұсынады, презентация жасайды, және де құжат қабылданса, бұл сабақтың негізгі оқу дәлелдері жиынтығына айналатын болады. Бұл шешім ретінде. Тіпті елестетіп қараңыздар, оқушы ретінде мысалы 7 оқысын, 8 оқысын, 9 болсын да, 10-шы оқушы болсын. Жалпы қандай да бір оқушы қатысатын болса, олар өзінің жалпы ұсыныстарын, өзінің жаңағы contribution дейді, өзінің үлесін қосатын болады. Жақсы, жүріс логикасын көрдік. Енді оны бекітетін негізгі құжаттардың жалпы құрылымын талдайтын боламыз. Бұл жалпы слайдта біздер жазбаша нәтижемізді көрсетеді. Біріншіден бұл position paper, да, позиция, жалпы мемлекеттің позиция. Енді бұл жерде жалғастырмастан бұрын айтып кетейін, олар жаңағы конференцияға қатыспай тұрып, олар алдын ала мына позициялық, да, құжаттарын жіберу міндетті. Неге? Себебі олар шарт. Және де ол неге, да, сұрақ туындайды. Бұл позициялық құжаттың ішінде мемлекеттің жалпы бүткіл саясаты, оның жалпы көзқарасы деген, да, аясында жазылатын болады. Оны алдын ала жіберіледі, және де ол тақырыпқа байланысты. Мысалға, ол жаңағы жасанды интеллект болсын, экологиялық, жаңа климаттың өзгеруі болсын, немесе білім саласы болсын, жаңада Гарвард бойынша айтқандай, немесе тағы тақырып бойынша. Және де комитет. Қай комитетке, қазір оған жетеміз, сол қай комитетке байланысты екеніне де байланысты, және де соған байланысты олар жіберетін болады. Ең сонда, спойлер ретінде айтып жіберейін, да, оқушылардың 3 бір жаңағы қалай наградаға жетуге болады, бұл жерде бір жетістікке жетуге болады. Біріншісі бұл the best delegate ретінде, да, то есть ең мықты делегат, өзін жаңағыдай пысық делегат болсын да, сұрақ қойған, өзінің көзқарасын дәлелдеген, көрсеткен, бәрін біріктірген, жалпы өзін көрсеткен делегатқа мына чейрлар оны түртіп алады өздеріне, және де симуляцияны біткен соң олар сол делегатты номинацияға ұсынады. Қандай номинация? Ол the best delegate. Ана Оскарында естеріңізде ме? Ана Оскар деген награда бар, сол кезде оларда the best actor дейді, the best там singer, да, лучший там певец, лучший актер, жаңағы ең мықты актер, ең мықты әнші деп, ең мықты өлең, ең мықты спецэффект деген сияқты тап солай мына конференцияларында да жалпы номинация жасалады. Біріншісі жаңа айтқандай the best delegate, ең мықты делегат. Екіншісі бұл бізде honorable mention дейді, да, ол дегенімізде ол өз-өзін көрсетті. Бірақ ол жаңағы екінші тарапында деп айтуға болады, бірақ ол да керемет. Егер де ол honorable mention ретінде алатын болса, да, особые услуги деп айтады, да, өз-өзін жақсы көрсеткен үшін деп номинация ретінде. Және де үшіншісі, міне как раз таки бұл жерде қараңыздар, да, position paper, the best position paper дейді, ең мықты жаңағы құжат
тарапында. Мүмкін ол сөйлей алмайды, ол ұялшақ болар да. оқушылар енді әртүрлі ғой. Біреуі сөйлеген жақсы көреді. Мысалы мен өзім сөйлеген жақсы көремін да. Себебі әлеуметтік пәндер сондықтан шығар да, мүмкін әлеуметтік пәндер мұғалімі ретінде жұмыс жасаймын. Кейбір оқушылар бар, олар көбінесе жазған жақсы көреді. Сондықтан әрине де бұл жерде оқушы керемет жазып берсе, керемет өз ойын білдіріп жаңағыдай жіберетін болса, мүмкін ол да the best position paper ретінде алатын болады. Әрине де бұл жаңағы құжаттың ішінде елдің ұстанымы бір қысқа бір әрі нұсқа жазылатын болады. Бұл жалпы документті де өзінің жаңағы opening speech-қа арналған сөзіне де қолдануға болады. Тіпті бір оқпен былайша айтқанда 2-3 қоянды ұстауға болады бұл жерде. Енді оның ішіне тағы да дәлелдер кіреді, немесе 2-3 дәлел, мысалы ол жаңағы президенттердің бұрынғы қазіргі президенттері болсын, көшбасшылары болсын да, солардың айтылған сөздерін қолданған көрсетеді. Ол жалпы мемлекеттің қандай бағдарламалары бар, оның ішінде көрсетеді. Әрине де қандай келісімшарттарға қол қойылды, бұған позициясы, жалпы мемлекеттің осы проблемаға қатысты позициясы ретінде қабылдауға болады. Түсіндіре алды деп ойлаймын. Екіншіден, бұл жаңағы opening speech-ті 1 немесе 2 минут, көбінесе 1 минут болады, бірақ енді егерде мүмкіндік болса, әрине 2 минутқа да созатын болады. Әрбір делегатқа жақсы бір мүмкіндік бар. 1 немесе 2 минутқа өзінің ашық сөзін жариялау болады. Ол жағы 1 тезис, 2 дәлел, 1 нақты шақыру ретінде. Ол шақыру дегеніміз бұл жерде қараңыздар, бұл мәселені көтереді, мемлекеттің жалпы мүддесін енді айтып біткендей мүддесін қорғап жатыр. Сондықтан ол бұл жерде өз атынан шықпағандықтан, бүткіл мемлекеттің атынан шыққандықтан, әрине де басқа мемлекеттерге бір андай чаллендж ретінде жасайды да, айтады, осындай мәселе бар, бірлесейік, қолдайық, істейік деген жаңағыдай лозунгтармен шақыруға болады. Ол керемет оқушының дағдыларын дамыту деп есептеймін. Енді мақсат әрине аудиторияны фокусқа жинау, айтып кеткендей. Үшіншіден, әрине бұл резолюция. Резолюция жаңағы шешім, преамбуласы қысқа болады, тек бұл жерде мәтінмен, негізгі бөлік оны оперативтік тармақ деп айтады. Бұл тек қана бұл жерде қалай әр тармақ бұл жерде іске асатын етістіктен басталады. Іс-әрекет былайша айтқанда, мынаны біздер бүйтеміз, сөйтеміз, жөндейміз, қозғаймыз, дамытамыз деп та, ол әрине жаңағы unmoderated caucus кезінде бөлінген блоктың мемлекеттеріне байланысты. Қандай мемлекеттер бар? Олар сол өз жаңағы жазылған position paper'дағы мемлекеттік позицияларын жалпы соған енгізетін болады. Ары қарай көшетін болсақ, жетістік деп айттым, жауапты бір тарап өлшенетін индикатор және уақыт шегі көрсетіледі. Енді дедлайнда көрсетеді, себебі айтты дедлайн көрсетпесек, әрине оны да өмір бойы тіпті шеше алмаймыз да, просто жазамыз да қоямыз. Сондықтан дедлайнда да міндетті түрде көрсету керек. Барлығы әрине бұл жерде академиялық стильде жазылады. Неге? Себебі әрине бұл жаңағы Біріккен ұлттар ұйымының ресми жұмысын симуляция көрсету. Ой, бұл жерде әрине дәл бір тіл мәдениеті дерек тексеретін болуы керек. Және осы құжаттар сабаққа да біздер енгізуге болады. Бір элемент ретінде. Элементтердің ішіне енгізуге болады. Тіпті жаңағы бағалауға болсын, жаңағы сабақтың барысында болсын, немесе тағасында. Бұл жерде мұғалімге жаңа креативтілікке шек жоқ. Сондықтан, как говорится, you're welcome да. Енді Уильям Зинсер айтқандай, жазу қағаздағы ойлау, сонда ұмытпайық, біз сол ойлауды өлшенетін нәтижеге айналдыратын боламыз. Жақсы, құжаттар қолда бізде. Енді осы жұмыстың оқу нәтижесіне қалай айналатынын көрсетейік. Бұл жерде қараңыздар, комитеттер мен жалпы тақырыптар қандай, бұл жерде комитеттері бар. Мына GA дегеніміз, ол General Assembly, бұл Генеральная ассамблея былайша айтқанда, оның ECOSOC, WHO, UNESCO, UNICEF, естіген шығарсыздар, ол комитеттер. Жалпы Біріккен ұлттар ұйымының ол өзінің комитеттері бар. Ол неге байланысты? Тақырыпқа байланысты. Мысалы, ЮНЕСКО көбінесе білім саласы, мәдениет саласына қарастыратын болса, General Assembly ол жалпы конфликт болсын, жаңа соғыс болсын, әртүрлі мәселелерді қарастыратын болады.
енді мысал ретінде мен мына SDG 4-ті көрсеттім да, және де мына SDG 6-ды көрсеттім да. Ол жалпы SDG дегеніміз тұрақты даму мақсаттары. Төртінші мақсат бұл сапалы білімге егер де негізделсе, алтыншысы бұл әрине таза судың қолданылуы туралы. 13-ші ол климатқа байланысты. Әрине де оны өздеріңіз ашып, жаңағы біріккен ұлттар ұйымының веб-сайты бар, сонда осының барлығы сіздерге көрсетілген болатын. Енді тақырыптар бағана айтып кеткендей адам құқықтары байланысты болуы мүмкін, денсаулыққа қатысты, теңсіздікке қатысты, цифрлық қауіпсіздікке болсын, жасанды интеллект, неше түрлі тақырыптар. Әрине де мына ұйымдастырушы комитет ретінде мектеп болсын немесе бір ұйым болсын, олар қазіргі бір актуалды ел аузында жүрген бір жақсы бір тақырыптарды қозғалатын болады. Жақсы, енді келесі бізде білім беру нәтижесі туралы талқылайық. Жалпы оның мәнін түсіне бастайық. Әрине бұл жерде біз неге қол жеткізетінімізді көрінеді. Неге? Себебі академиялық нәтиже деп айтуға болады. Оқушы бұл жерде не істейді? Зерттейді, талдайды, дәлел құрады. Әрине өз ойын академиялық жазу арқылы рәсімдейді. Әрине бұл жерде мына ағылшын тілі, орыс тілі, қазақ тілі мұғалімдері. Бірақ енді былайша айтқанда көбінесе біріккен ұлттар ұйымының жаңа конференциялары ағылшын тілінде өтсе де, дегенмен де кейбір жаңағы ұйымдар, олар мектептер болсын, олар араластырып ұйымдастырады. Мысалға 100%-дық жаңа мөлшермен қарайтын болсақ, 80%, 70% ағылшынша өтсе, соның ішінде 20% қазақша болсын, 10% орысша. Бірақ енді ол неге байланысты? Жаңағы өткізілетін мекеменің өзінің фокусына және де оның басты мақсатына байланысты. Бірақ дегенмен де неге бұл туралы айтып жатырмын? Себебі оқушылар өзінің ойын жалпы аргументациялау арқылы, академиялық жазу арқылы ресімдейді. Болды да әрине де өте ойлаймын оқушыларға керемет бір мүмкіндік береді. Қалай райтинг арқылы жөндеуге болады. Ал жақсы, одан кейін тағы оқушы не істейді? Уақытты өте ол мәтінде дәйек келтіруді және қорытынды жасауды автоматты дағдыға айналдыратын болады. Енді жеке нәтиже ретінде айтатын болсақ, бұл жерде өзіндік бір сенім қалыптасады, себебі ол өзінің жалпы мектептің шеңберінен шығып, былайша айтқанда, қанатын қағып та бұл жерде басқа жерде өзіңді көрсетіп жүргені, мен ойлаймын, ол сенімді жақсы бір арттыратын болады. Енді уақытты басқару, болды да тайм менеджментқа да, то есть қатысты көп не бар да, оған бір керемет бір мүмкіндік бар дамытуға. Тіпті мен өзімде де тайм менеджментқа әлі де кешке дейін бір проблемаларым бар. Сондықтан ол осындай кішкентай жасынан бастап дамытса, мен ойлаймын, ертең біздің жасымызға келгенде ертең бізге рахмет айтады деп ойлаймын. Енді тапсырма үшін бұл жерде жауапкершілікті оны артады. Әр қадам оны нақты бір жоспар ретінде, қысқа бір дедлайн арқылы орындайды. Себебі мына конференциялар, олар алдын ала бір 2-3 ай бұрын айтылады. Осындай мектепте, осындай жерде, осындай уақытта ұйымдастырылады. Жаңағы регистрация осындай уақытқа дейін деп, сол дедлайнға олар үлгеру керек, және де олар толтыру керек ақпаратты. Бұл әрине де оқушыға бір жинақы ретінде өзінің жауапкершілігін арттыратын болады. Енді әлеуметтік нәтиже ретінде қалай қараймыз? Ол командамен жұмыс мәдениеті дамиды, қарсы бір пікірді құрметтеу, тыңдау, келісім табу, бір дағдылары бекітеді. Және бір мәдени бір әртүрлікке құрмет сыныптың ортақ бір нормасына айналатын болады. Неге? Себебі ол халықаралық деңгейде қатыса алады, немесе тіпті қарастырылып жатқан тақырыптардың өздері де бұл жерде осындай бір мүмкіндік беретін болады. Енді университетке және мансапқа дайындыққа да бір жақсы бір үлесі болады, себебі сабақ сонда жиналған бір құжаттарды, бір позициялық құжат болсын, жаңағы шешім резолюшн болсын да, ашылу сөзі және бұл оқушының рефлексия портфолиоға кіретін болады. Ол өздерінің портфолиосына салады, жаңа қатысқан сертификаттарын, жалпы барлығын жинақтап келіп ертең оқуға түсер алдында қолдануға жақсы бір мүмкіндік болады.
енді грантқа түсуге енді қаншама мен көріп жатырмын оқушыларға. Олар жаңағы біріккен ұлттар ұйымының моделіне конференцияларына қатысатын болса, ұйымдастырушы ретінде болсын, жаңағы делегат ретінде болсын, жақсы бір септігін тигізеді. Енді нәтиже бағыттары айқын. Енді біздер шынайы кейстер арқылы тәжірибелік бұл жерде мәнін ашайық. Бұл форматын күші жалпы тәжірибеде көрінеді. Неге себебі біз сыныпта нақты проблемамен жұмыс істейміз. Айттым ғой, мәселелер әртүрлі, тақырыптар әртүрлі. Мысалы ауа сапасын алайық. Мысалы Алматы қаласы, Астана қаласында біздер білеміз, ауа сапасы өте қазір нашарлап бара жатыр. Міне қараңыздар, егер де сіз мектеп жаңағы мұғалім ретінде қазіргі актуалды проблемаларды анықтайтын болсаңыздар, сол мәселелерді қарастыратын болсаңыздар, әрине бұл жерде тек қана Қазақстанның ауа сапасы емес, бұл жерде басқа мемлекеттер делегат ретінде олар қатысады. Сонда олар қалайша басқа мемлекетте осы ауа сапасына қатысты іс-әрекеттер жасалды, қандай шешімдер қабылданды, осымен тәжірибемен бөліссе болады. Олар білмейді, қазір білмейді, бірақ зерттей келе олар түсіне бастайды. Бір-біріне талқылаған кезде әрине олар бөлісетін болады. Немесе су ресурстары болсын, цифрлық қауіпсіздік болсын. Осы барлығы оқушы кейс талдай арқылы қысқа бір сценарий орындайды да, дерекпен сөйлеседі. Енді пікірталас мәдениеті қалыптасады деп бұл жерде айтуға болады. Неге себебі модерацияланған мына пікірталаста, естеріңізде болса, moderated caucus, ойды қысқа жеткізуге үйренеді, және де еркін пікірталаста мына unmoderated caucus'та тыңдау, қарсы дәлелге жауап беру, немесе медиа сауат қағидаларын ұстану жалпы дағдыға айналатын болады. Енді қоғамдық ықпалда бар. Неге себебі жазылған мына резолюцияларында, қарарларында тармақтар мектеп немесе қала деңгейіндегі бір шағын бір бастамаға айналуы да мүмкін. Мысалы, мектептегі қалдықты бөлек жинау, мектепшілік ақпараттық науқан болсын, клубтық серіктестік. Жақында бір оқушылармен талқылаған кезде біздер есептегенбіз, қаншама мысалға, егер де оқушылар мынандай бір пластикалық тұрғыда баклажканы, бұл реклама емес, бұл пластикалық бутылка мысалы әрбір оқушы ішетін болса, есептеп қараңыздар, біздің мектепте, мысалға мен жұмыс істеп жатқан мектепте 360 оқушы бар. 360-ты біз көбейтеміз, әрқайсысы егер де гипотетически деп ойлайық та, 360 оқушы егер де осындай пластикалық бутылкамен ішетін болса, есептеп қарайық, 5-ке көбейтеміз. Енді аптасына 5 рет оқиды, 1000-1000 асып кетеді. Оны тағы біздер бір айға көбейтеміз, 4 аптаға ол тағы да өсіп кетеді. Енді ол бір айда, енді есептеп қараңыздар, 9-ға көбейттік. Сонда үлкен бір сума шығады. Ол тек қана бір мектепте. Сонда бізде де проблема туындайды. Бұл мәселе өте өзекті екенін біз қарастыруға болады. Және де оны әрине портфолио олар портфолиосына әрине енгізуге жақсы бір мүмкіндік беріледі. Және де бұл оқушының жеке өсуінде, командадағы үлесінде айқын бір көрсететін болады. Жақсы, тәжірибені көрдік. Енді қысқаша түйіндеп біздер нақты әрекет қадамдарын ұсынғым келеді сіздерге. Бүгін жалпы өздеріңіз көргендей бір сөйлеммен түйіндесем, әрине біріккен ұлттар ұйымына моделі бұл құндылыққа сүйенген зерттеуге бағытталған және көшбасшылықты қалыптастыратын платформа деп айтуға болады. Платформа, қалай айтсаңыздар да, платформа болсын, жалпы жүйе болсын, немесе бір активити болсын да, қалайша айтсаңыздар да, бірақ дегенмен де оны бір элементтері да, немесе бір тұтастық болсын, бір тұтастық конференция ретінде болсын, немесе бір сабақтың бір элементке ретінде қолдансаңыздар, әрине сыныпта басталған бұл тәжірибе мектептен тыс өмірлік дағдыларға бұл жалғасатын болады. Себебі біздің мақсатымыз бұл жалпы біріккен ұлттар ұйымының несі, моделі, үлгісі, ол бір дағды ретінде оқушыларға көмектеседі. Оқушы әрине бұл жерде не істейді? Директормен жұмыс істейді, өз ойын білдіреді, бір келісім келісім табады да, басқа адамдармен, басқа әртүрлі мәселелер бойынша нәтижесін құжатпен дәлелдейді. Бұл тек қана ойбай мен солай ойлаймын, осымен бітті деп сіздің ойыңыз маған маңызды емес деген әрине ұғымдар артқа барады. Неге себебі олар өз ойын аргументация арқылы дәлелдеуді түсіне бастайды.
енді осының дәлелдерді да, жинақтап олар әрине де жинақ ретінде ол әрине де ол көрсететін болады. Енді әрекет қадамдарды бұл жерде қарапайым деп айтуға болады. Неге? Себебі бірінші біздің қадамымыз бұл пилоттық сессия, екінші қадам әрине де бұл тұрақты бір клуб немесе комитет ретінде сіздер ашуыңызға болады әр мектебіңізде, иә. Бірінші қадам дегеніміз ол пилоттық сессия. Ол сіз жалпы бір классқа болсын, бір білмеймін, бір фокус группа ретінде бір оқушыларға өткізіп көруіңізге болады. Әрине бұл жерде бір материалдар бар, жаңа әдістемелік материалдар да бар, әдістемелік жалпы іс әрекетке арналған бастап кететін жаңағы микросценарийлар да бар, әрине де, иә. Бірақ бұл жерде ең бастысы ұстаздарға да байланысты. Неге? Себебі оқушылар мүмкін білсе біледі, білсе біледі, білсе біле бермейді. Сондықтан біздер ұстаз ретінде бұл жерде как көшбасшы ретінде бастап берсек, ары қарай оқушылар бір преемственность дейді орыстарда сөз бар ғой, ары қарай жалғастырып кетеді. Екінші формат ол әрине тұрақты бір клуб. Жаңа айтып кеткендей, әр мектебімізде сіздер бір ол элективті клуб болсын, ол жаңағы кружок ретінде болсын да, қалай да атасаңыздар да, бірақ дегенмен соны ашып оқушыларға бір осы туралы бір қалай микросессия ұйымдастыруға болады, қалай жұмыс жасайды, қалайша ол істеледі, қандай мүмкіндіктер бар. Егер де оқушылар әрине де мүмкіндіктерін көретін болса, олар әрине өздері сізді табады, оқушылардың артынан жүгіріп керек емес. Себебі бұл жерде мәжбүрлеп ойбай сен қатыс, сен бүйт сөйт деп айтқанға әрине де оқушылар қазір ақылды, олар мына цифрлық заманда тұрғандықтан олар ақпарат қолдарында бар, не екенін өздері де оқып ала алады. Біз сізде ең бастысы біздер әрине біздің как ментор ретінде, адвайзер ретінде біздер оларға жақсы бағдар берген дұрыс деп есептеймін. Енді үшінші қадам бұл мектепшілік конференция ұйымдастырған дұрыс. Неге? Себебі бұл жерде оқушыларға дайын, жаңа қалай организаторские способности дейді, ұйымдастырушылық жалпы қабілеттерінде дайындайды. Және де мектептің аты да шығады бұл жерде. Неге? Себебі оны мектептің жаңа газетасы болсын, мектептің әлеуметтік желідегі парақшасына салуға болады, онымен таратуға болады. Тарату үшін тарату емес, бұл жерде жақсы іс, жақсы бір іс әрекет жасалған туралы көрсеткені мен ойлаймын, бұл жақсы бір керемет бір не болады, пайдасы болады мектепке де. Және де осы үш қадаммен әрине де мына біріккен ұлттар ұйымының мектеп мәдениетін бір бөлігіне айналады. Енді Ганди атамыз айтып кеткендей, неге атам деймін, себебі ол жалпы философиясы маған өте жақын. Ертеңгі күн бүгінгі әрекетімізге байланысты. Толықтай келісемін. Сол үшін сіздерде мына алғашқы пилоттық сессиясына осы аптада өткізуге жалпы бүгінгі ұйымдастырып жатырмыз. Егер де материалдар керек болған жағдайда әңгіме жоқ, мына ұйымдастырушы комитеттерден мен жаңағы ақпараттарымды ала аласыздар, жеке мен контакт информацияларымды бөлісуге дайынмын. Көп рахмет. Енді сіздердің сұрақтарыңызды қуана тыңдаймын. Q&A сессионға көшсек. Сұрақтарыңыз болса, так. Енді сіздердің сұрақтарыңызға көшейік. Қандай да сұрақ болса, сұрауыңызға болады. Мына жерде жазып жатыр екен. Астанадан, Қарағанды қаласынан. Міне сұрақ шығып жатыр бұл жерде. Сіздің тәжірибеңізде мүйін форматы оқушылардың медиа сауаттылығын дамытуда қандай нәтиже берді? Медиа сауаттылық дегенде медиа грамотность, бұл жерде сұрағыңызды тек қана осыған бағыттаймын ба, әлде тағы қосымша? Бұл жерде қараңыздар, медиа сауаттылығы әрине де дамытуға әртүрлі бір формалар бар. Бірақ енді мына біріккен ұлттар ұйымының форматы медиа сауаттылыққа
мүмкін сондай бір тақырыптар қозғалуы мүмкін. Себебі бұл жерде кибербезопасность та бар, оның жалпы ақпаратпен жұмыс, біздер енді data science деген нәрсе бар ғой, big data деген бар, data science деген нәрсе бар. Сондықтан олар өз ақпараттарын қалайша қолдана алады, қандай ақпараттарды қолданады, осы бағытта көптеген қалайша айтқан жұмыстары атқарылады. Тіпті жаңағыдай бірнеше сессия арқылы осы біздер оқушылармен кездесіп, осы қалайша ақпаратпен жұмыс жасау екенін түсіну керек, қандай ақпарат болады, қалай ақпарат табу керек, ол ақпаратты қалай сақтау керек, ол ақпараттарды қалай қорыту керек, немесе ол ақпаратпен қалайша жаңағы өзінің дайындалған кезде, мына әсіресе мына position paperға дайындалады ғой, сол кезде қандай ақпаратты қолданған дұрыс, қай ақпараттарды алмаған дұрыс. Салыстырмалы түрде айтсақ, мына ақпараттардың өзі бөлінеді бірнеше түріне. Біреуі достоверный, да, ол сенімі бар ақпарат, біреуі сенімі бар, бірақ бір доля, бір несі бар, да, байс бар. Байс деген ана қалай бір құттай жеке бір интересі бар ақпараттар, немесе бұл ақпараттарды алуға болмайды деген да жаңағы ресурстар да бар. Оқушылар әрине ол жерде түсіне бастайды. Мына мысалға университеттің сайттарындағы ақпараттарды, немесе мына біріккен ұлттар ұйымының жаңағы, немесе халықаралық деңгейдегі кейбір енді өзінде де жаңа несі бар да, критерийлері, қандай халықаралық деңгейдегі ұйымдарға біздер сенуге болады, да, себебі біздер білеміз көптеген тіпті қазіргі таңда жаңағы кейбір халықаралық ұйымдардың өздерінде жаңағы бір құттай бір несі бар, доля скептицизмі да бар, да, бір мемлекеттерге қатысты. Сондықтан олар мына ақпараттарды қалайша, қай ақпаратты қолдануға болады, қайсысына өте мұқият болғаны дұрыс жағынан да қарастыруға болады. Сол жағынан медиа жаңа сауаттылығын да дамытады, әрине де. Иә, себебі олар жалпы да былайша айтқанда өздерінің жұмыстарын әзірлеген кезде, рәсімдеу кезінде әрине де өзінің осы ақпараттарды қолдана арқылы тек қана жаза алатын болады. Әйтпесе ауадан шыққан ақпарат жоқ, олар өзінің жаңағы осы сауаттылығын да дамытатын болады. Енді медиа сауаттылығы ақпаратпен жұмыс жасау, медиа сауаттылығы, медиа бір кейстер болды, оқушылар өз жаңағы біздің клубтың жалпы әлеуметтік желідегі парақшамызды жүргізді, оқушылармен қалай коммуникация жасады. Сол кезде де қараңыздар да, бір команда болды, сол бір ұжым ретінде олар осы жұмысты алған болатын. Себебі мен мұғалім ретінде как адвайзер ретінде жаңағы әлеуметтік желіде немесе жаңағы ұйымдастыру, видео түсіру, немесе ұйымдастыру жағынан бәрін егер де өзіме жауапкершілікті өзіме мойныма алатын болсам, әрине мен үлгермеймін. Сондықтан оқушыларға да сену керек. Оқушылар тіпті арасында былайша айтқанда ұстаздардан да керемет жасай алады. Олардың ойлары шексіз жоқ оларда. Иә, сондықтан сол жағынан да өте бір қалай жақсы бір дағдыларын да ала алады. Енді медиа сауаттылық соның ішіне кіреді деп ойлаймын. Студенттерге қатысуға бола ма? Қатысу үшін қай жерге өтеміз? Сілтеме бола ма дейді. Студенттер, университет студенттері болса, иә, әрине бұл жерде мектеп оқушылары қатыса алады, студент, жаңағы университет студенттері қатыса алады. Ересектерге де арналған бір біріккен ұлттар ұйымы болады, да, жаңағы модельдер форматында өтетін конференциялар да бар. Иә, болады. Сілтеме бұл жерде енді нақты бір егерде жақын арада болатын бір шаралар болса, конференциялар болса, әрине ол сілтемені жіберуге болады. Енді іздеген кезде мына Google-дан іздеуге болады, бір арнайы бір Power Research Search деген нәрсе бар. Мына модель ООН деп, MUN деп жазасыздар, және де мысалға қай қалада Астана деңіз да шығады. Бүткіл жаңағы MUN қай қалада болады. Тіпті кейбір кезде онлайн түрінде өтетін MUN-дер де бар. Әрине мен оған көп қатыса бермеймін, себебі ең мықтысы маған ұнайтыны және де мен өзім ұсыныс ретінде рекомендация беретін форматтағы ойындар, ол әрине ол біріккен ұлттар ұйымының офлайн түрінде қатысып істейтін жаңағы конференцияларға мен көбінесе оқушыларды дайындаймын. Так, сәлеметсіз, өте пайдалы әрі қызықты ұйымдар үшін алғыс айтамын. Сізге де рахмет бүгін келгендеріңіз үшін, Айсана ханым. Оқушылар
оқушыларда көшбасшылық дағдысы жақсы дамыған болса, алайда коммуникация дағдылары онша болмайтын кездер болады. Осындай кезде оқушыларға қалай қолдау көрсетуге болады? Бұл жерде қараңыздар, бәрін бір жаңағы как панацея ретінде қарамау керек. Бұл жерде біріккен ұлттар ұйымының модель. Себебі неге? Себебі менде бір оқушы болды, ол 7-ші сыныпта келді, одан кейін қатысты. Мен әрдайым да оқушыларға айтамын, сіздерде first fail болу керек деп. First fail деген это первый провал, да, былайша айтқанда. Ол это нормально, да, бұл жерде бір адамға ол өтеді, екінші адамға мүмкін, бір екінші оқушыға өтпейді мүмкін. Тағы да айтамын, бұл панацея емес. Бүткіл жаңағы дағдыларды дамытады деп мен сіздерге жаңа айтқан болатын, бірақ дегенмен де оны жүйелі түрде дамытсақ, иә, оны әрине де тек ойбай сен бар қатыс, одан кейін сен өзің дағдыларын дамытасың деген көзқараста әрине де бұл дұрыс емес. Бірақ дегенмен де көшбасшылыққа ол қалай бейімделеді? Ол мысалға мына қатысқан кезде басқа мемлекеттерден, басқа мектептерден, басқа бір жүйеден келген оқушылармен танысады. Ол жаңағы олардың friends листерін кеңейтеді, да, мына коллаборация жағынан, тіпті нетворкингқа өте керемет жақсы. Сол кезде жаңағы оқушы, сіздің оқушыңыз деп айтайық та, гипотетически жаңағы сіздің оқушыңыз Данияр деп алайық. Данияр қатысып жатыр, ол Данияр қатысты, көрді, оны достары пайда болды, одан кейін бірге араласып кетті. Ары қарай олар бірге бір шараларға да қатыстырды. Мүмкін тіпті олар осы жаңа конференциядан кейін басқа жерге қатысқан кезде оқушы сенімін арттырған кезде әрине де оқушының жаңағы көшбасшылықта дағдылары дами бастайды. Себебі бүткіл проблема неде болады, да, психология тұрғыда. Бала деген өз-өзіне сенімі төмен болғандықтан әрине де ол өзіне сенбейді, өзінің күшіне сенбейді. Сол кезде жаңағыдай мектептегі пәндерге, басқа оқуға деген қызығушылығы төмендейді, оның жалпы ештеңе істегісі келмей қалады, да. Содан пайда болады деп енді жеке өзім субъективті ойымды айтамын. Сондықтан ол бала жаңағы сенімін арттырған кезде әрине де бір жақсы бір септігін тигізеді. Енді сұрағыңызға жауап бердім деп ойлаймын. Келесі сұрақ, сәлеметсіз бе? Біріккен ұлттар ұйымының үлгісі сабағын қай пәндермен, география, тарих, ағылшын тілі, қоғамтану интеграциялауға болады? Қазақстандық мектептерде бұл үлгіні енгізудің тиімді жолдары қандай дейді. Енді сабақтың үрдісіне бағана айтып кеткендей қолдануға болады. Неге? Себебі мысалға бір мәселелерді қарастыратын болса, жаһандық мәселелер әртүрлі енді, иә, білеміз. Ол жаңа климаттың өзгеруі болсын, ол жаһанда интеллект болсын. Енді мына климаттың өзгеруі мына география пәні бойынша жақсы бір тақырыптарына қатысты. Енді мемлекеттік бағдарламасының өзінің жаңағыдай нелері бар, тақырыптары бар. Сол бойынша қарастыруға болады. Соны бір элемент ретінде, бір кейс ретінде, ситуативный бір жағдаят ретінде беруге болады. Тарихқа бұл жерде қалай қатысуға? Тарих пән мұғалімі ретінде келіп, география пән мұғалімі ретінде екеуіңіз алдын ала жоспарлап, әрине интеграциялаған, жаңағыдай интегрированный бір сабақ өткізуге болады. Енді модель біріккен ұлттар ұйымының қандай форматы? Класты бөліп, оларға сол мәселелерді беріп, сол мәселені талқылатуға болады, дискуссия ретінде. Мен ойлаймын, осылай интеграция жасауға болады деп. Енді ол әрине точечно, иә, сіздің жаңағы на ваш вкус и сіздің жалпы өзіңіздің креативтілігіңізге байланысты. Келесі сұрақ, құрметті Оралбатыш, бүгінгі мазмұнды және шабыт беретін вебинар үшін алғыс білдіремін. Сізге рахмет, Гүлбаршын ханым. Біріккен ұлттар моделі туралы түсінігім кеңейіп, жаһандық дағдылар даму жолдарын нақты елестете алдық. Бұндай тәжірибе мұғалімдер мен оқушылар үшін ерекше мүмкіндік деп ойлаймын. Мен де солай ойлаймын. Ізденісіңізге, еңбегіңізге және ашық пікіріңізге көп рахмет. Сізге де көп рахмет. Мен енді сізді көрмесем де, бірақ алғысым шексіз. Бүгін келіп қатысып, 1 сағат бойы мені тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Мен тіпті арасында өзімді тыңдағым келмей қалады, бірақ рахмет. Күшті екен, рахмет, сізді етіп өткізген вебинарды. Сізге де рахмет көп-көп, кеңдер үшін жауабыңызға көп рахмет. Жақсы, мен ойлаймын, бүгінгі біздің уақытымыз осымен тәмам. Бүгінгі келіп тыңдап, өз ойларыңызды бөліскен үшін рахмет. 13 қараша күні біздерде енді осы тақырып, бірақ орыс тілінде өтетін болады. Соған әріптестеріңізді шақыруымызға
шақырамын. Жақсы, сау болыңыздар.